Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Темірхан Медетбек тәуелсізбін өлеңінің көркемдік ерекшелігі. Оқу мақсаты шығармадағы көркемдегіш құралдардың символ, синекдоқа, қайталау түрлері, эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақтың қолданысын талдау. Күтілетін нәтиже Темірхан Медетбек тәуелсізбін өлеңінің тілдік көркемдік ерекшелігіне талдау және шығармадағы көркем ауыстыруларды, троптарды, метафора, кейіптеу, метонимияны анықтай отырып, мәтінге талдау жұмысын жасайды. Тәуелсізбін мен бүгін, келді міне азаттығым, кеңдігім, бостандықта бойлығым мен ендігім, шешіл енді шемен болған шерлі үнім. Бұл арада бойлығым мен ендігім метафора, елім, мемлекетім деген мағынадан жұмсалып тұр. Метафора ауыспалы мағыналы суреттеме сөздердің бірі. Екі нәрсенің не сыртқы түрінің, не ішкі қасиеттерінің жақындығына, ұқсастығына қарай бірінің орнына бірі алмастырылып қолданылады. Шешіл енді шемен болған шерлінім дегенде шешіл енді тілге қаратылып айтылып тұр. Кейіптеу, себебі тіл байланбайды бұл жерде. Сондықтан да кейіптеу болады. Әдеби шығармада жансыз табиғат құбылысы тірі кісінің қылығымен ауыстырыла суреттелетіні көптеп кездеседі. Қорытудың мұндай түрі кейіптеу деп аталады. Ал шерлі үнім дегендегі шерлі эпитет өйткені үннің ерекшелігін көрсеткен. Жаным менің, қаным менің тәуелсіз, арым менің, жарым менің тәуелсіз, заңым менің, бағым менің тәуелсіз, әнім менің тәуелсіз. Бұл өлең шумағында жаным метонимия, бүтіннің бөлшегі, қаным, арым, жарым, бағым, әнім сөздері метафора. Өйткені адам, келешек, ұрпақ, отбасы деген ұғымдармен алмастырылып берілген бұл сөздер. Бұл жерде бұл сөздер ауыспалы мағынада қолданылып тұр. Қалай жүрмін құламай, қазды менің түбімді, сөз айтып ем шыдамай, қырқып алды тілімді деген өлең шумағында түбімді метафора ұлт деген ұғыммен алынып тұр. Бұл жерде метафора өйткені ауыспалы мағыналы суреттеме сөздің бірі екі нәрсенің, яғни түп пен ел, ұлт деген сөздердің ішкі қасиеттерінің жақындығына, ұқсастығына қарай бірінің орнына бірі алмастырылып айтылған. Қырқып алу, кейіптеу, яғни тіл біздің ана тілімізге қаратылып айтылған. Бұл жерде қырқып алу, кейіптеу болып есептелінеді. Яғни жанды нәрсеге, жансыз нәрсеге жан бітіре суреттеу, бұл кейіптеу болады екен. Кеуделерді тарылтпасын кек қысып, кетеді одан өр далама өрт түсіп, құсқа айналып кеудемдегі жүрегім шүйіншілеп, келер күнге кетті шығып деген өлең шумағында өрт метафора. Бұл жерде ел арасындағы жанжал деген мағынада жұмсалады. Яғни ауыспалы мағынадағы суреттеме. Құсқа айналып бұл кейіптеу, өйткені жүрек құсқа айнала алмайды. Кетті ұшып, кейіптеу, жүрек ұша алмайды, жансыз нәрсеге жан бітіріп суреттеп тұр бұл жерде. Кері байланыстың тапсырмасы берілген үзіндіден тілдің көркемдегіш құралдарын табыңдар. Қаптап қырқып жоқ етті де нуымды, жазарымды отқа салды қуырды, жуын бетті кәусар менен суымды, шылғау етті қасиетті туымды. Мұның бәрін ұғынам, жүрек жара, зар заманның мұңынан, сол кезде мен азаттық деп, кеңдік деп, бөрі болып айға қарай болуғам. Міне осы үзіндіден тілдің көркемдегіш ерекшелігін табасыңдар. Мұнда тілдің қандай көркемдік ерекшелігі бар, соны тауып, кері байланыстың тапсырмасын күнделік кезет немесе электрондық почта, WhatsApp желісі арқылы жібересіңдер. Кері байланыстың тапсырмасы осы үзіндіден тілдің көркемдегіш құралдарын табу. Сабақ аяқталды балалар, сау саламатта болыңдар.